қалыпсың ғой. Ай, байғұс. Қарның да ашқан шығар. Ой, қызым-ау, келіп қалдың ба? Әкелме көмектесейін, сен шешіне бер. Жарайды. Опа! Шаршаған шығарсың. Жоқ, әже. Бай-ау. Қызым-ау, бүкіл базарды көтеріп келіпсің ғой. Әже, Ау, жалғыз отырып жалыққан жоқсыз ба? бай-ау, қызым-ау, үйреніп қалдық қой. Кел ағай. Мұнда кел. Міне, үйің дайын. Қазір. Міне, қазір. Үйіңе кір. Кірсеңші. Күшігім, сен не, ұялып тұрсың ба? Бұл енді кірсеңші енді. Бәрекелді. Қазір. Міне, мені байлаймыз. Ал, енді шыға қой. Жарайсың. Қалай, үйшің ұнады ма? Жақсы үйт өзі. Жарайсың. Ай, бәрекелді.
Жүгір. Қане. Жарайсың. Қане. Кел аға, кел. Опа. Кел аға, кел. Қане. Жүгір. Бәрекелді. Қане. Қайда барасың, тоқта. Кел. Сен мені кешірші. Менікі дұрыс болған жоқ. Ренжімейсің ғой, е? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз, итіңіз сүйкімді екен. Жоқ, менің итім емес. Кеше ғана базардан тауып алғам. Сізді танып тұр ғой дейм. Итіңіз жоғалтып алған жоқсыз ба? Жоқ, мен бұл итті кеше ренжітіп алып ем. Аты қалай өзінің? Аты ма? Аты Кенжебек. Қойыңызшы, итке де осындай ат қоям екен? Е? Сізге ұнамады ма? Кенжебек деген бір қалжыңбас досым бар. Соның құрметі үшін қойылған ат қой. Ей, Кенжебек! Жоқ, бұл итке басқа ат қою керек. Сіздің ше қалай? Мысалы, Шарик, Иә. Лайка, Құтжол. О, Құтжол, қалай қарсы емессіз бе? Тамаша. Жақсы. Онда бұл иттің аты Құтжол болсын. Құтжол. Тамаша. Жанар. Қуат. Әйеліңіз қыздармен таныспа деп қатты тапсырып қойған ғой деймін. Жоқ, менің әйелім жоқ. Барлық еркектер де солай айтады. Қыздармен танысқанда. Мүмкін солай шығар. Сүйген қызыммен үйленеміз бе деп жүргенде басқа біреуге тұрмысқа шығып кетті. Кейін отбасын құру керек болғасын үйлендім. Бірақ арада шынайы сезім болмады. Дәм тұзымыз жараспады. Содан соң әйел жолдастарға онша сене бермейтін болдық. Солай ғой дейм, Құтжол, а? Жүр, үйге қайттық. Мына серуен дегенімізде жетеді. Құтжол? Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жанар қалай, денсаулық қалай? Жақсы, рахмет. Жақсы ма? Білесің бе, бұл өзі мына біздің анализге қарасақ, ауруда онша өзгеріс жоқ. Көп ашу уайымға берілмей, өзіңді күт. Білесің, аурудың бұл кезеңінде тек күтім керек. Таза ауада көбірек жүр. Содан кейін дәрігердің айтқан берген дәрілерін уақытында ішу керек. Уақытылы келіп анализ тапсырып тұр. Жарай ма? Мә. Тамақ ішесің бе? Нұрболат, көрші кім екен? Ой. Алло. Алло, Бұл кім екен? мен Нұрболат. О, Нұрболат па? Иә, Қалайсың балам? Жақсы ма? жақсы, Иә, оқу қалай? Болат. Ей, жарайсың. Азам. аға? Иә. Мен ғой, нағашағаң. Мамаң үйде ме? Иә, Шақырш. қазір. Нан же. Қуат аға ғой. Алло? Қалайсың жаным, қарындасым? Жақсы. Балалар аман ба? Өзіңше? Бәрі жақсы. Күйеу бала қалай? Иә, аман есен. Нұрболаттың достары келген. Соларға тамақ беріп отырмын.
Мен мына 1-2 күнде үйде болмайым. Үй жаққа көз қырыңды сала жүрсең. Жарайт. Құтжолға тамақ бере сал. Мхм. Аман болыңдар. Алыңдар, алыңдар. Мына құжатты жіберіңдер. Жақсы, жарайды. Иә, жұмыстар қалай болып жатыр? Жаман емес. Мыналар дұрыс па? Тексердік, көріңіз. Мынау шығу керек қой. Иә. Жә, мен мынаны бір тексеріп шығайын. Жарайды. Қане. Кел аға. Бәрекелді. Қазір. Алло. Аға, тауар әлі түсірілмепті. Не бітіріп жүрсіңдер? Сәлеметсіз бе? Құтжол, сіз неге саябаққа келмей кеттіңіз? Сізден өтініш, біздің өмірімізге араласпаңызшы. Онда Құтжолды көріп тұруға бола ма? Айттым ғой, болмайды. Аулақ жүр.
Сусын құйыңыздар. Алып отырыңыздар. О, керемет ұсыныс. Алыңыздар. Алып отырыңыз. Ал. Қане? Ал Ереке. Ал, жақсылық болсын. Айтқаныңыз келсін. Алып отырыңыз. Бір сәт тыныштық. Құрметті қыздар мен жігіттер. Біраз іштік, жедік, отырдық. Мына Ерекең досымызға біраз жақсы тілектер де айттық. Періштенің құлағына шалынсын дейміз. Енді менде бір мынадай ұсыныс бар. Біраз көңіл көтеріп, билесек. Қалай қарайсыздар? Жақсы, тамаша. Ендеше антракт. Музыка. Жүріңіздер. Жүріңіз. Қазір билейміз. Жүріңіз. Рахмет. Жүр. Жоқ, шаршап отыр. Жаным, мен болмасам сен осындай болар мен. Көңілдерден шығып таза тұнық, елден алғыс алар мен. Махаббатсыз өмірде ештеңе өнбейді. Махаббат ғашықтар тұмары. Ғашықтық дедім тек махаббат емдейді. Махаббат биігі шыңдардың. Өтті ғой өмірден шын ғашықтар талай. Төзімнің қаншасын арқалап. Қалай жұмыстар қалай? Өзің қалайсың? Жақсысың ба? Жақсымын. Сен менің қарындасым таниды екенсің ғой? Біз жай ғана таныспыз. Өмірін еткен қатал десеңші. Қараш, қандай әдемі. Бірақ Алла бұл өмірде маңдайына бақытты болды жазбапты. Сен неге олай дейсің? Әлі жас емес пе? Өмір әлі алда ғой. Сен түсінбейсің ғой. Ол өзінің қайғысын да ешкімге білдірмеуге тырысады. Тіпті оған ренжуге де болмайды. Қандай аянышты десеңші. Сені түсінбедім. Неге аянышты? Оның 2 жыл өмірі қалды. Ол ауырады. Жүр, ішке кірейік. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып, бара жатыр. Сізді биге шақырсам бола ма? Жанар, кешірші мені. Ештең етпейді. Сіздікі дұрыс. Қайта мені кешіріңіз. Сізді мазалағаным үшін. Жанар, сен жақсы қызсың. Сіздің әйел жолдастарға деген көзқарасыңыз басқаша еді ғой? Дұрыс айтасың. Бірақ сен басқалар сияқты емессің. Сен ерекше жаратылған жансың, Жанар. Рас айтам. Мен сізге... Лебізіңізге рахмет. Құстарсыз ұлтып ән салады. Сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар бөліп бастап өмірін, кетерінде жылайды алмай қалады.
Моншағың әдемі екен. Рахмет. Бұл моншақ мен үшін өте қымбат. Жүрейік. Ой, рахмет саған. Қалай? Күшті болып тұр. Саған арнап алдым ғой. Сен спектакльде не ойлап отырдың? Жай, есіме бір нәрсе түсіп кетті. Құпия болмаса, білуге бола ма? Жанар, мынаны айтшы. Мойныңдағы моншақ сен үшін қымбат па? Мұны жай сұрап тұрсың ба? Маған таныс сияқты. Бұл менің анамның моншағы. Әркез анамды сағынғанда осы моншақты тағам. Әдемі екен, саған ұнап тұр ма? Тамаша, жақсы. Анаңның аты кім? Назерке? Неге сұрадың? Назерке? Сен Назеркенің қызысың ба? Иә. Сен менің анамды танушы ма едің? Біз жақсы дос болғанбыз. Назерке. Назерке. Сәлем. Мұнау саған. Рахмет. Қуат, сен мен түсінуге тырысшы. Мен өмірлік жұбымды таптым. Сен жақсы жігітсің, бірақ біз екеуміз бірге бола алмаймыз. Түсінші. Сен студентсің, үйің жоқ. Пәтерге төлейтін ақшаң да жоқ. Мен ауылда тұра алмаймын. Ренжімеш. Анам да солай ойлайды. Қуат, бұл біздің екеуміздің соңғы кездесуіміз болсын. Кешір. Назерке. Жанар, сен осында күте тұр. Мен қазір келем.
Мынау саған. Рахмет. Мә. Рахмет. Кеше жігітіңмен жүргеніңді көршілер көріпті. Сенен жасы көп үлкен дейді ғой. Иә, ол менен үлкен. Әже? Иә. Онда тұрған не бар? Қызым-ау, өз қатарластарыңнан табылмады ма? Ойлансаңшы, ертең ағайын туыс не айтады? Неге мені түсінбейсіз? Менің бақытсыз болғанын тілейсіз бе? Жоқ. Қалған 2 жыл өмірімді өз қалаумен өткізумен неге кедергі жасайсыз? Ренжісеңіз де айтайын. Анамның өмірден бақытсыз болып өткеніне сіздің де кінәңіз бар? Қой балам, қайдағын айтпа. Құлыным-ау, иманды болсын. Анаң мен әкең өз ажалдарынан жол апатына ұшырап қайтыс болды ғой. Қайтейін. Аллай. Менікі жайын шейін тең-теңімен, тезек-қабымен дегенім ғой. Тек... Әже, мен сіз тыңдағым келмейді. Қой ботам. Өлетініңді біле тұра. Өмір сүру оңай дейсіз бе? Болды енді. Өзіңді ұсташы, құлыным-ау. Кішкентайым, саған ашулануға болмайды, жаным. Сен жылама. Мен оны сүйем. Қалған азғантай өмірімді онымен өткізгім келеді. Қоя ғой. Өткізем де.
Жанар, жалғызым. Сен үшін әлемнің бар жақсысын жасаймын. Саған бұл өмірдің қиыншылығын көрсетпей өтем деп ойлаушы едім. Бірақ ол ойым мәңгілік арман боп қалмақ. Амал қанша, тағдырға қарсы келе алмассың. Жас кезіңде жаңсақ басқан бір қадамыңның өзі өмір бойы алдыңнан шығып отырады екен. Сенің жазылмайтын ауруға ұшырап туылуың менің өмірден осылайша өкінішпен өтуіме өзім кінәлімін. Мен бұл өмірде бір адамның сезіміне қиянат жасадым. Мұның бәрі соның өтеуі болса керек. Анамның айтқан бір ақылына жүрегімдегі сезімімді жеңілдіріп, өзім өмір бойы жеңіліп өткеніме іштей қынжылам. Шынайы сезімімді осы дүниенің уақытша қызығына айырбастағанымды кейіннен түсіндім. Менің түсінгенім бақытты байлықтан емес, жақсы көрген адамыңмен бірге болған әр сәтінен табады екенсің. Менің сүйген жігітім болған, сол жігітпен өткізген кез маған өте қымбат, тіпті өткен өмірімнің мәні мен мағынасына айналғандай. Кейде әкеңмен пендешілікпен ренжісіп қалған кезімде, бейкүнә жігіттің өзіме қараған, мейірімге толы көз жанарын есіме түсіріп, бір түрлі жеңілдеп қалушы едім. Жанарым, жаным. Өлім мен өмірдің арасында жатып, сенің науқас болып туылып, анасыз жетім өсетініңді есіме алғанда, жүрегім жылайды. Кешірші мені, құлыным, кешірші. Мен Жанардың жолдасы едім. Менен ештеңе жасырмай айтсаңыз. Дәрігердің жұмысын білесіз ғой енді. Шындықты айту парызымыз. Жанардың денсаулығында өзгеріс жоқ, бір қалыпты, уақыт өте организмі әлсірейді. Ал бір жылдан кейін Жанарға бала көтеруге болмайды. Жанарға денсаулығына үлкен қатер төндіруі мүмкін. Онда шетелге алып барып емдетсекші? Шетел дейміз, шетелде де біз сияқты дәрігерлер ғой. Жанардың диагнозы жүректің туа пайда болған ақау ғой. Жүрекше аралық қалқанның үлкен ақауы аорта корректациясы. Жанар, ғаламтор арқылы өзіңде біліп жүрген шығарсың. Әзірше бұл аурудың ешқандай емі жоқ. Шетелдік дәрігерлер де көмектесе алмайды. Тек сол бір Алланың қолында. Соған мойынсыну керек. Бәрі дұрыс болады. Уайымдама.
келе қой. Жолым. Мен ауырғанда жанымда болсаң жеңілдеп қаламын. Жүр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Амансың ба, қарындасым? Жақсы, шүкір. Сен машинаға бара бер. Мына сүйектерді итіңе алып келіп едің? Балалар аман ба? Аман. Мына қызың келгіштеп кетті ғой. Байқа, қазіргі жастардан абай болу керек. Бар ойлар ақша. Жаным, қарындасым, мен білем ғой. Мен бала емеспін ғой. Дұрыс қой. Бірақ барлығы осы бәлелерден шығады. Беті жылтыраған қыздардан абай болу керек. Апам қоңырау шалған сайын сен сұрайды. Біреуді тауып үйлендірсеңші. Жас емес қой. Қашанғы жалғыз жүреді. Артынан бір тұяқ қалса екен дейді. Құдайым-ай. Ал сенің жүрісің болса мынау. Беті жылтыраған қыздармен. Неге ойланбайсың, а? Же, болды. Мен жүрдім. Кілт орнында. Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Сен бар жерде керегем кең сияқты, кең сияқты терезем тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, жұбата да алмаған сен сияқты. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Шаттығымның бастауын сенен көрдім, сенен көрсем қалайша төмендер
жолындамын, арманды дара қылмаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Құтжол, қалайсың Құтжол? Қазір екеуміз ойнаймыз. Мінекей, мен сен шешемін. Қане, жүгір, Құтжол. Жүгір. Қане. Секір. Жарайсың. Жарайсың Құтжол, енді секір. Міне, жоғары. Қанекей. Мә. Отыр. Отыр. Енді секіреміз. Дұрыс, осылай. Жей қой. Жарай. Ақылдым сол. Қане, тағы да отырамыз. Отыра ғой. Қане, отырамыз. Жарайсың. Жата ғой, жарай. Ақылдым сол. Жарайсың. Ақылдым сол. Артынан жүгір. Қане, Құтжол. Қане. Жоқ. Отыр. Құтжол. Болмайды, отыр. Құтжол. Кәнекей, Құтжол. Отыр. Жата ғой. Мен болсаңшы енді. Құтжол. Ақылдым сол, қандай ақыл. Ақылдысың сен өзің, кәнекей. Құтжол. Bob іздеп күнді, таң боп іздеп түнді, сағынамын әлде кімді. Жанар! Жанар! Қуат, келіп қалдың ба? Келдім ғой, жаным. Білесің бе не келгенімді? Жоқ, немене? Міне, сен жақсы көретін гүл. Рахмет. Жалғыз жалқан жоқсың ба? Жоқ. Жұмыс қалай болды? Жақсы. Мен қазір мынаны суға барып салып қояйын. Аха. Іздеп күнді, таң боп іздеп түнді, сағынамын әлде кімді. Армандаймын аңсап, жүрегіме ән сап, жүрсің неге менен алшақ. Келемдеші күн, бұрыштағы гинекологияға бардым. Келемдеші бүгін,
алтын гүлін бер маған, келемде жерге күнде көріп көргем, тым болмаса ертең кел маған, үміт отын жалғай, құс боп қанатталмай келемдеші. Иә, Кіруге бола ма? кіріңіз. Сәлеметсіз ба? Сәлемет. Кешіріңіз. Менің жұбайым осында келіп жүрген еді. Аты жөні кім? Жанар Досжанова. Жанар Досжанова. Иә. Жанар Досжанова. Қазір көреміз. Жанар, бәрі жақсы. Денсаулығы бір қалыпты. Емін өзі қабылдап жүрген шығара? Иә. Енді оған айтарым, күтім қажет. Дене бітімі енді қалыптасып келе жатыр. Бала әлі кішкентай ғой. Бала? Не айтып тұрсыз? Қайдағы бала? Түсінбедім. Не болып көттіз? Кешіріңіз. Қалайша жүкті болып жүрсің, а? Еште кетпейді. Бүгін бар да баланы алдырып таста. Жоқ! Сонда сен өз балаңды өзің өлтірейін дедің бе? Сен неге түсінбейсің? Мен сенің жағдайыңды ойлап тұрмын ғой, жағдайыңды. Сен білесің. Келесі жылы бала көтере алмаймын. Бұл менің соңғы мүмкіндігім ғой. Жанар, баланы алдырып тастасаң, тағы да бір жыл өмір сүресің, жаным. Сені мен өткізген әрбір күнім бір жылға бергісіз. Мен өлсем де сәбиіміз арқылы менің күнде еске алатын боласың. Ол мені жоқтатпай, қинамашы мені. Жанар. Қуат, сен мені түсінші. Менің де өмір сүргім келеді. Бірақ енді бар арманым баламның жүзін бір сәт көріп өтсем деймін. Қалған санаулы күндерімде Алладан сұрайтыным сол ғана. Біздің баламыз болады. Жанар.
Жұмыстар қалай болып жатыр? Осы уақытқа дейін біздің тауар айналым көрсеткіші өткен аймен салыстырғанда 5%-ға дейін өскен. Көрсеткіштер өте жақсы. Енді біздің мақсатымыз тауарларды осында әкеліп, оларды тарату жұмыстарын жасаймыз. Бұл туралы Нұржан Қали басқармасы қалай жұмыс істеп жатқанын өз айтып берсін. Біздің басқарма тауарды тарату жұмыстарын бастап кетті. Тауарға сұраныс көп, сондықтан тағы бір адам жұмысқа алсақ жақсы болар еді. Сіз қабылдаңыз. Жұмысты осы жоспар бойынша істейміз. Жарайды, бәріңе рахмет. Сау болыңыздар. Көріскенше. Сәлематсыз бе? Сәлематсыз? Бұл гүл сататын дүкен бе? Иә. Жұмысың қалай? Жақсы. Шаршап қалған жоқсың ба? Жоқ. Әзірше шай ішейік. Қазір сен жақсы көретін тағамды пісіріп жатырмын. Не? Ет пе? Иә. Мені түсінесің ғой. Әрине. Сен бүгін ештеңе ұмытқан жоқсың ба? Жоқ. Ештеңе ұмытқам жоқ. Қарашы, кім келді екен? Қуат, өзіңе бекем бол. Қызым-ау, жалғызым, енді қайтем. Апа, уайымдамаңыз. Иә, балам. Тоқтаңыздар. Көп уақыт алмаңыздар. Жаным. Болды, тезірек. Бәрі жақсы болады. Ботам, бір
Аллаға тапсырдым. Мықты бол Болыңыздар, жаным. кел тезірек, бізде уақыт жоқ. Болды, кеттік. Жалғызым, құлыным ау. Бәрі жақсы болады. Сізге болмайды, осында қалыңыз. Әнеки Жанар, ештеңеден қорықпа Жанар. Міне, шыда, қазір міне. Бәрі жақсы болады. Біз жаныңдамыз. Тек қана бізді тыңдасаң болды. Кәне, Жанар, демал, кәнеки, демал, күшен, кәне, демал, күшен, кәне. Балам, мынау немеремнің саған қалдырған қат еді. Қуат, жаным, мен саған ризамын. Сен мен өткізген азғантай өмірімде менен бақытты адам болмаған шығар. Әттең. Бірақ мен өкінбеймін. Саған сәби сыйлайтынымды өзіме қанағат тұтам. Мен де басқаналар сияқты сәбиіміздің тәй-тәй басқанын көрсем деп армандаймын. Бірақ амал не? Сәбиімізді мен үшін күнде бір рет құшақтап, иіскеп қой. Мен сендерді жанымдай жақсы көрем. Қош болыңдар. Мен Досжанова Жанар, анам Назерке Досжанованың маған өсиет етіп қалдырған $1 миллион ақшасын болашақ баламның әкесі Қуат Сарыбаевқа өсиет етіп қалдырам. Күшенеміз, жарайсың. Демал. Бол, күшенеміз. Тағы бір рет. Кәнеки Жанар, бар күшіңді сал. Кәне. Демал. Күшенеміз. Жарайсың, кәне. Күшенеміз.
Женем жарайсың. Әне қылдым Жанар. Тағы бір рет. Демал. Адреналин салып системаны қос. Кардиостимулятор дайында. Жарайсың Жанар. Canım Апа, үмітімізді үзбек. Қуат. Босанғанда ауруынан айығып кететіндер де болады екен. Жарайсың Жанар. Мәнеки, әп-әдемі қызды босандым. Бауы берік болсын. Ақылдым сол. Мәнеки. Міне мұнда жантамыз. Жағдай нашарлап бара жатыр. Кардиохирургия бригадасын шақыр. Бол, тез. Қазір, міне. Өй, маған тартыпты ғой. Иә. Құтжол қайда? Ол сен босанған күні өліп қалды. Құтжол менің өлімімді өзімен алып кетті. Солай болды.